Таразда Нұрлы жер бағдарламасы бойынша 4 миллиард теңгеге тұрғызылады деген таунхаустар жобасы тоқтап тұр. Тіпті ондағы тұрғындар жарым-жартылай соғылған коттедждердің тоналып жатқанын айтады. Ал әкімдік өкілдері оны жоққа шығарды. Қазынадан қыруар қаржы қарастырылған жоба неліктен аяқсыз қалды? Шерхан Абзалұлы біліп береді. Бұл Тараз қаласы Сүлейменов көшесіндегі 4 миллиард теңгеге тұрғызылуы тиіс болған таунхаустар. Біркелкі коттедждердің салынып жатқанына 2 жылдан асты. Жоспар бойынша 22 гектар жерге 255 таунхаус салынуы тиіс болған. Енді ақша оға кетіп жатыр ғой, мен көзімше соғылған нәрсе бұл үйдің бәрі. Конечно, ол болған, мынаны жаңағы мұқтаж адамдарға берсе болады ғой, қаншама адамдар очередьте кезекте тұр, соларға бір несиеге, жаңағы ипотекаға берсе болады ғой үйлерді. Жүздеп жүрген адам қаншама халық бар. Сонымен қатар үйдің қасындағы кәріз құбырларының қақпағы ұрланып, жарық пен су жабындылары бүлінуде. Сондай-ақ тұрғындар үйдің жиі тоналатынын айтады. Оған бірден бір себеп мына сынған терезелер мен бүлінген әйнектер дейді көзбен көргендер. Бұл ұрлыққа түскен ішінде, мен білетім әйтеуір 10 пеш ұрланды уже бұл жерден. 10 үйдің пеші, газовый пештері ұрланып болды. Сен әкімдікке айтатын осындай үйлерді қолға алсын шамалы. Әкімдік сақалды құрылыстың қолды болып жатқан жоққа шығарып, барлығы бақылауда деп сендірді. Жобаның жүзеге аспауының себебі мердігер шаршы метр құнын келісілген 120 мың теңгеден 160 мың теңгеге дейін көтереміз депті. Сонымен қатар құжат бойынша бекітілген үйлерді өз беттерінше басқа үлгіде соқпақшы болған екен. Ол жерде жаңағы Дәмдес деген компанияның соққан үйлері бар. Оның тоқтаған себебі олар жаңағы жобадан ауытқып, жобаға енгізілмеген құрылыстарын жүргізген. Соған байланысты біз олардан талап қойдық. Сол құрылыстардың бәрін, құжаттардың бәрін сәйкестендіріп, жаңа мемлекеттік сараптамадан өткізіп, нақты қолымызға берсе, біз олар қосатын боламыз. Қазір мұнда жоспарланған 255 үйдің 25-інде адамдар тұрып жатыр. Әкімдік жақын арада салынып қойған 15 үй иелеріне беріледі дейді. Қоныстанатын тұрғындардың тізімі отбасы банк арқылы анықталып қойыпты. Ал қалған жер телімдерін кезекте тұрған тұрғындарға таратып бермек. Шерхан Абзалұлы, Қанат Бақытұлы, Жамбыл Ньюс.